Сәлеметсіздер ме оқушылар? Өткен тақырып бойынша қайта өтейік. Мына сұрақтарға жауап берейік. Не себепті сілтілік металдар мен галогендер әртүрлі топқа жатады? Табиғатта қай элемент көп? Металдар ма, бейметалдар ма? Металдық бейметалдық қасиеті топ бойынша қалай өзгереді? Жақсы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз галогендік байланыс, электротестілік. Сабақтың мақсаты электротестілік оның анықтамасын айқындай алады, электротестілік заңдылықтарын өзгерісін сипаттай алады. Электротестілік ұғымы негізінде атомдар арасында түзілген ковалентті байланыстың полисті және полисті екендігін ажырата алады. Бізде берілген сутек және тұз қышқылы молекулалар электрондар бұлттарын салыстырыңыз, неліктен олар ерекшеленеді? Яғни бізде сутек атомдары берілген. Сутек атомдары, яғни бар өзара байланысатын болса, оларды полиссіз байланыс деп айтамыз. Яғни бірдей элементтер байланысатын болса, мысалға хлор, бром, йод, оларды біз полисті ковалентті байланыс дейміз. Ал егерде әртүрлі бейметалдар байланысатын болса, мысалы сутек пен хлор байланысатын болса, ковалентті полисті байланыс деп айтамыз. Келесі электротестілік ұғымы. Электротестілік химиялық байланыс кезінде атомдардың өзіне электрон тарту қабілеті. Электротестілік период бойынша солдан оңға қарай электротестілігі артады, жоғарыдан төмен қарай электротестілігі кемиді. Мына сұрақтарға жауап берейік. Электротестілік ең жоғарғы элемент, электротестілік ең төмен элемент. Электротестілік мәні нөлге тең элементтер тобы. Мына тапсырманы орындайық. Яғни бізде қандай байланыс түріне жататынын анықтаймыз. Электротестілік мәндерін анықтаймыз. Электротестілік айырмасын береміз. Мысалға, мына жерде фтор сутегі көрсетілген. Келесі тапсырма бізде қызыл мен және жасыл мен белгілеу арқылы. Яғни бізде ковалентті полисті байланыс болатын болса, яғни қызылмен белгілейміз. Ковалентті полисті байланыс болатын болса, жасылмен белгілейміз. Яғни бүгінгі сабақ бойынша қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақ яғни түсінікті. Бүгінгі сабақты мен түсіндім. Аспанға самғап ұштым. Мен енді түсініп келемін. Аспанға көтеріліп келемін. Бүгінгі сабақ маған түсініксіз болды. Ұшу үшін жанармай әлі керек. Үйге тапсырма. Онлайн мектептен электротестілік байланысты тапсырмасын орындаймыз. Назарларыңызға рахмет.